Бәріне сәлем. Бүгін біз PowerPoint-та презентация жасап үйренеміз. Алдымен видео соңында бізде қандай презентация шығатынын қарап алайық. Көріп отқандарыңыздай, біз бүйірлік навигация арқылы слайдтар арасында ауыса аламыз. Көп сөзбей кірісейік. Рабочий столға өтіп, мышканың екінші кнопкасын басып, создать презентация Microsoft PowerPoint-қа басамыз. Презентацияның атауын береміз. Первый слайд дегенге басамыз. Бізге ұсынып отқан шаблон керек емес, сондықтан слайдымызға басамыз да макетке пустой слайд дегенде басамыз. Енді бізге алдымен презентацияның түстері керек. Түстерін біз дайын сайттан алсақ болады. colors.co google.com-нан іздесеңіз болады. Color Palette деп. Осындай сайт ашқаннан кейін Export Trending Palettes дегенге бассақ, осы жерде бізге көптеген түстер, дайын түстер ұсынады. Ұнатқан түсті аламыз. Мысалға маған мынау ұнап тұрса, ножницы деген инструмент аламыз да, кішкене скриншот жасап аламыз. Одан кейін мына жерде копировать деген кнопканы басамыз да, PowerPoint ашып, осы жерге қоямыз. Кедергі жасамау үшін кішкене жоғары жаққа көтеріп қоямыз. Одан кейін барып біз мына слайдтың артқы түсін өзгертуіміз керек. Ол үшін мышканың екінші жағын басып, формат фоннан таңдап, цвет деген жерге пипетканы аламыз да, түске басамыз. Көріп отқаныңыздай түстер боялды. Бізге қазір пример үшін 3 слайд керек болады, сондықтан слайдты 2 рет дублировать етеміз. Келесі слайдқа түстерімізді қоя аламыз да, әрқайсының түсін, фонның түсін өзгертеміз. Екінші слайдкін және үшінші слайдкін. Мына сурет удалить етіп тастасақ болады, бізге ол қажеті жоқ. Енді 3 слайд бар бізде. Енді боковой навигацияға кірісеміз. Ең алдымен бізге фигура қою керек, 4x фигура. Осылай фигураны қойып аламыз да, контур фигураға нет контура деп жасаймыз. Түсін ақ цветке өзгертеміз. Енді бізге осы жерге сурет немесе значоктар қою керек, иконкалар. Сурет болса сурет қоясыздар, значок болса значок қоясыздар. Мен қазір пример үшін значок қоямын. Кез келген значоктарды ала береміз. Ұнаған. Так, осындай бізге 3 слайдқа 3 значок керек. 2 рет дублировать ете салайын. Осы жерде заменить рисунок деймізде, из значков дегенді басып, басқа значок таңдаймыз. Мысалға осыны алайық. Енді біз Ctrl-Z зажимать етіп, барлығын бірге выделять етіп алуға болады. Қатты кішкентай болып кеткен сияқты. Осылай, нормально. Енді бізге дөңгелек фигурасы керек, шеңбер. Shift-ті басып тұрамыз. Shift-ті баспасақ бізде сопақша болып кетеді. Shift ұстап тұрсақ, идеальный дөңгелек пайда болады бізде. Керек размерді аламыз да, қоямыз. Ортасын дәл осы біздің ақ фонмен бірдей қоямыз да. Бірінші слайдқа және де контур фигураны нет контура деп қойып ұмытпайық. Одан кейін барып, мына біздің иконканы алып, шеңбердің тура ортасына қою керек. Ең алдымен мына шеңберді на задний план дегенге басып, артқы фонға өткізу керек. Мынада 4x на задний план деп өзгерту керек. Енді бізде иконкамыз көріп отқандарыңыздай алдыға шығады. Енді ортасына қоя саламыз. Және де мына көк фигураны
түсін пипеткамен главный слайдтың фонымен өзгертеміз. Және де иконканың түсін ақ түске бояймыз. Дәл осындай шарттарды біз келесі екінші және үшінші слайдта жасауымыз керек. Ол үшін біз шеңберді жасаған шеңберіміздің размерін бірдей болу үшін слайдта копировать етіп аламыз да Ctrl-C батырмасын басып копировать етеміз. Немесе бізде мына жақта иконкаларды қоймадық қой әлі. Сондықтан Ctrl-A-ны басып барлығын выделять етеміз. Ctrl-C мен копировать етіп, келесі слайдқа Ctrl-V батырмасымен қоямыз. Комбинация клавишасымен. Енді біз шеңбердің түсін слайдтың түсімен бірдей қоюымыз керек. Оны істеу үшін цветке өтіп, пипетканы басып, осы батырманы басамыз. Бізде екінші слайд активный болу үшін бізде активный слайдымыз мынау ғой, сондықтан шеңберді астқа түсіреміз де мынаның цветін қайтадан қара түске бояп, орнына қайтын қоямыз. Бізге қара цвет емес керегі, бізге сұрлау түстер болады. Неактивный слайдтың түсін осылай сұр түске бояуымыз керек. Енді активный слайдты аламыз да ортаға жылжытамыз, шеңбердің ортасына түсін ақ цветке бояймыз. Келесі үшінші слайд дәл солай жасаймыз. Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V. Енді шеңбердің түсін қайтадан өзгертеміз. Астқа түсіреміз. Иконканың цветін қара өзгертеміз, сұрға. Шатасып кеттім. Енді иконканы ортаға қоямыз да бұның цветін аққа өзгертеміз. Енді анимация істеу үшін біз бірінші слайдқа басамыз да переходы деген жерге кіріп, трансформация деген таңдаймыз. Әр слайдқа трансформацияны басып шығамыз. Одан кейін барып длительностін ұзақ болмас үшін (0.25-ке қойсақ та, соның өзі жеткілікті болады. Одан кейін барып, біз әр мына иконкаға слайдтың сілтемесін қою керекпіз. Ол үшін иконканы басып, екінші жағына басып, гиперссылка дегенге басып, место в документе деген жерде, мысалы бірінші слайд қой, бірінші слайдқа басамыз да, окейді басамыз. Екінші слайдқа өтіп, дәл солай жасаймыз, гиперссылка, екінші слайд таңдаймыз. Үшінші слайдқа гиперссылка деп, үшінші слайд таңдаймыз. Қалғандарына да қойып шығу керек, гиперссылканы, мынау екінші слайдтікі, мынау бірінші слайдтікі. Так, мынау үшінші слайд, мынау бірінші слайд. Болды. Енді тексеріп көрсек болады. F5 батырмасын басамыз. Осы иконкаларға басқан кезде бізде керемет анимация пайда болады. Назар бөлгендеріңізге рахмет, пайдалы болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.